Біздің алдымызда екі үлкен қиындық бар екен. Екі үлкен қиындық. Бізді қолдайтын адамдарда өте жоғары деңгейдегі адамдардан қолдау таптық. Өте жоғары деңгейдегі адамдардан қолдау таптық. Үлкен саяси қайраткерлер уәдесін беріп отыр. Енді бұл жердегі уәде біздің Қазақстандағы уәдеден бөлек. Бұлар айтты, орындайды. Енді жақсы жағы өте көп болды. Өте қолдау таптық. Тіпті үйімізді тіркегеннен халықаралық көмек мәселесі, фондтардың қаржыландыру мәселесі, адамдық құқық ұйымдарынан гранттарды жеңіп алу мәселесі, оның бәрі айтылды. Көмектесеміз, заңды түрде тіркеліңдер, бәрін шешеміз. Ал ол гранттар енді ары қарай миллиондап басталады екен. $1 миллион гранттардан көмектесетін ұйымдар бізге уәдесін беріп отыр. Енді ол Америка үшін енді миллион дегенің енді жайсан. Америка үшін $1 миллион. Мынау қисайып қалды ғой. Ойбай. Бұапты қисайып. Facebook қисайса қисая берсін, не? Бөлісіп, комментарий жазып, таратысып тастаңыздаршы. Мына 1222 адам көріп отыр екендер. Ана лайк басыңыздар, комментарий жазыңыз, астына подписация басыңыздар. Сіздер де Facebook тоқтаусыз бөлісіңіздер, таратыңыздар. Үздіксіз ана Facebook группаларға бөлісіңіздер. Енді сол грант мәселесі тіркеу шешеді, артынан бізге халықаралық адамдық құқық мәселесі бойынша гранттар беру мәселесі болды. Енді бұл жерде сол тіркеуге дейін офис жалдау, офиске адвокат алу, офиске арнайы жаңағы аудармашы алу. Бізге кем дегенде екі қызметкер. Бірі адвокат офиске. Адвокат ол міндетті түрде сол американдық азамат, және оның жаңағы адвокаттық заңгерлік, осы іс басқару, адамдық құқық бойынша заңгерлік статусы болу керек. Бұл бір адам, енді оның айлығы өлді дегенде, ондай адамның айлығы $10 мың да $15 мың ол ең қарапайым кеш оқу бітіргенде алу, сол $10 мың да $15 мың екен. Екіншісі тіркеу мәселесі. Ол да біраз қаржының керек қылады екен. Біраз жерге сен не істейсің, не қоясың, жаңа бүкіл сайтын жасайсың, Википедияны жасайсың, бұрынғы істеген істеріңді дәлелдейсің, бұрынғы сайттардың сілтемесін жасайсың. Сосын бәленбай адам, танымал тұлға, бұданға дейін қоғамдық ұйымдар, осындай ұйым біз мойындаймыз деп қол қою керек екен, қоғамда танымал адамдардың қолы керек екен, біраз дүние істеп тастауға тиіс екенсің. Яғни сенің тіркеудегі адамдық құқық бойынша категорияны жоғары көтеру үшін біраз дүние істеді екенсің. Екі. Үшіншісі, бізге жаңағы грант жасап береміз, халықаралық фондтардан, адамдық ұйымдардан береміз деп тұр. Оны сол жаңа тіркеу, офис бәрі шешілгенсін беретін болып тұр. Ал бізде енді бұл non-profit organization, non-commercial organization, яғни коммерциялық мекеме емес, болғандықтан бұл салықтан босатылады екен, онысы бар. Жаңағы енді бірі сол тіркеліп алғанша қиын екен, ал тіркеліп алғаннан ары қарай біздің атажұрттың мүмкіндігі бойынша, сендердің мұншама істеген еңбектерің бойынша ол $1 миллион қаражат, ол кәдімгі тек 2 бет қағаз жазасың дейді, жоспарыңды көрсетесің, бүкіл құжаттарыңды көшірмесін бересің, мен тағы не істейсің, тағы мен осындай Қытайдан лагерден шыққан мына 200 адамды Америкаға алдыруым керек, оның әрқайсысына келген кеткені $2 мың, 200 адамға 2 мыңды көбейтіп жібер, қанша болады? $2 мың келген кеткен билетіне 200 адам. 2-ні көбейсең 400, ар жағына $400 мың керек. Қонақ үйіне жатады, әрқайсысына $1000 кетеді. Бір апта жатқанына қонақ үйіне кетеді. Міне, оған $100 мың керек. Сосын жаңа ішкен жегені бар, оған $5 мың кетеді. Міне, сөйтіп $1 миллион әшейін бір реткі акцияға деп кәдімгі көрсетіп, және оны бүкіл есеп шотыңды қайда жұмсадың. Енді оны Қазақстандағы сияқты грант тұтып алып, жаңағы 4 тоқал алып, 4 рапчатри алып, 4 коттедж алып қуып кетпейсің ғой. Бұл жақта бүкіл есеп қисабыңды көрсетесің, сөйтіп ары қарай көрсетеді екенсің. Ал ол тіркеуге дейін екен. Ал енді бізде сол мәселе тағы да қаржыға келіп тұр. Тіркету, жұмысшы жалдау, бүкіл жаңағындай құжаттастыру жалдау, жаңағындай жасауға тиісті бүкіл ақпараттарды жинау, соның бәрін енді істейсің, бірақ соның бәрі былайша айтқан кезде бұны activation алғашқы бірінші кезектегі қаржы керек болып тұр. Екіншісі, қолдайтын адамдардың өте жоғары және өте үлкен, өте көп болуына қарамастан, осы Америкада қазақ тақырыбын
көтертуге қарсы адамдарды да көрдік. Олар осы Орта Азия мәселелерін зерттейтін адамдардың ішінде олар қазақ болды, Қазақстан, сендер басқа жердегі этникалық қазақтардың тақырыбы қызық емес. Сендер бізге Қазақстанның тақырыбын әкелсеңдер, біз ол тақырып бойынша бөлек сөйлесеміз. Бірақ Қытайдағы тақырып, ол Қытайдағы қазақ тақырыбын көтерудің керегі жоқ дейтін адамдармен жүздестік. Яғни, ондай адамдармен бірден біз дауластық, дәлелімізді көрсеттік. Қытайдағы ол жаңа қазақтардың бар екен, ол жер қазақтың ежелгі жер екен, Оспан батыр, Зұқа батыр, Елісхан батыр, кешегі бүкіл күрес, кешегі тіпті сол жерде қаржы министр болған, қазына министр болған Жанымханның құжаттарына дейін көрсеттік. Оның бәрін тастайық дайындап, міне ол қазақтың жері, міне мынаның бәрі өкімет, осы құрылды. Шығыс Түркістан Республикасының бүкіл негізгі халқы халық болды, қазақ болды, бүкіл негізгі әскері қазақ болды, қару-жарақ Алматыдан келді. Оспан батыр ең соңғы жаңағы төңкеріс жолында, азаттық жолында құрбан етілген, өлімге үкім етілген батыр. Мынау Зұқа батыр кәдімгі армиямен Алтайды ұстап отырды. Мынау Елісхан батыр, мынау Сұлубай батыр, мынау Әкбар батыр, мынау Сейіт батыр. Бүкіл қазақтың тарихын, бүкіл ізін таныстырдық. Міне осындай тарих бізден басқа кімде бар? Таныстырдық. Сонымен енді дүниеге Қытайдағы осы қорлық көріп жатқан халықтар, Қытайда қорлық көріп жатқан Тибет, Қытайда қорлық көріп жатқан Моңғол, Қытайда қорлық көріп жатқан Доңғал, Қытайда қорлық көріп жатқан Ұйғыр, Қытайда қорлық көріп жатқан жаңа Хмон, Қытайда қорлық көріп жатқан христиан, Қытайда қорлық көріп жатқан Фалунгун, Қытайда қорлық көріп жатқан католиктер, Қытайда қорлық көріп жатқан жаңағы жаңа немене анау протестанттар деп, соның барлығын дәлелдеп, Қытайда қорлық көріп жатқан ұлты бойынша немесе нанымы бойынша қорлық көріп жатқан қауымдар дегенде, енді соның қатарына қазақ деген ұғымды енгізу ол оңай соқпайды екен. Оңай соқпайды екен. Мен соны да сезіндім. Яғни қуанышта өте көп болды, қолдаушыларда өте көп болды, өте жоғары деңгейде қолдауда болды. Бірақ осы қазақтарды осындай биік деңгейге шығармайықшы дейтін, қазақтардың бұндай биік сахнадан көрінуін қаламайтын тіс тырнағымен қарсы адамдарды да көрдік. Және ол адамдар анау-мынау адамдар емес, біраз саясатқа ықпал ете алатын. Ол ана сіз бен біз білетін жаңағы анау-мынау адамдар емес, кәдімгідей біраз ықпалды, сол жерден жаңағы нәпақасын айырып отырған, мүмкін ұлт үшін, мүмкін өзі үшін, тіпті әуел соның ішінде осы кәдімгідей батыстық адамдар, батыстық адамдардың өзі қазақ дейтін тақырыпты көтеруге қарсы екен. Демек, күрестің басы енді басталды. Біздің Қазақстандағы анау Шәуіл деген қалың Қытайшылдармен алысқанымыз ол ойыншық екен. Анау ұлы тілде айтқанда, ұлы халықтың ұлы тілімен айтқанда, тырнақша ішінде ұлы халықтың ұлы тілінде айтқанда ол ерунда екен. Сондай дейма бір сөз бар еді ғой. Білмеймін, жаман сөз болса айтқа бермеңіздер. Ол жаман, сол ойыншық екен, енді баланың ойыны бақсының жыны екен. Енді күрестің көкесі осы жерде болады. Бірақ бұл жерде күрес әділетті күрес, іліміңмен, біліміңмен, талантыңмен, қайратыңмен, қажырыңмен дәлелдесең, бұл жерде тұмсыққа ұрып кез келгенін құлатасың, нокаутқа жібересің. Бұл енді Қазақстандағы сияқты заңды белшесінен басып тұрып, жаңағы әділетсіз күрес емес. Бұл жерде әділетті күрес, тек тынбайсың. Енді бізде Құдай қайрат та берді, қажыр та берді, рух та берді, ой да берді. Біз соңына дейін осы күресті жеңетімізге сенімдіміз. Себебі Құдай бізге дес беріп тұр қазір. Біздің ісіміз ақ. Біз бұл жолда тау келсе сүзіп, тас келсе шайнап, етін жеп сүйегін бүркуге дайынбыз. Кімнің болса да. Ұлттық мүдде жолында біз кіммен болса да одақтасуға дайынбыз. Ұлттық мүдде жолында біз кіммен болса да жау болуға дайынбыз.